Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктер мен жануарлар арасында қандай байланыс бар? Біз жануарлардың түрлі тобымен танысуды жалғастырамыз. Жануарлар мен өсімдіктер арасында қандай байланыс бар екенін, жануарлар санының қалай өзгеретінін білеміз. Жануарлар мен өсімдіктердің ортақ белгілерін білесіңдер. Жануарлар мен өсімдіктің өзара тәуелділігін түсінесіздер. Жануарлар мен өсімдіктердің арасында қандай байланыс бар деп ойлайсыздар, оқушылар? Дұрыс айтасыздар, оқушылар. Өсімдіктер өсімдік қоректі аңдарға арналған азық. Жәндіктер өсімдіктердің тозаңдатушылары. Оқушылар, оқулығымыздағы артығын тап тапсырмасына назар аудара отырып, әр қатардағы берілген сөздердің қайсысы артық? Неліктен? Дұрыс айтасыздар, оқушылар. Бірінші қатардағы сөзден көктерек артық, екінші қатарда елік сөзі артық. Осы артық сөздердің арасында қандай байланыс бар деп ойлайсыздар? Елік көктеректің жапырақтары мен бұтақтарымен қоректенеді. Сабақ басындағы болжамдарымыздың көбісі сәйкес келді ме? Олай болса, оқулықтағы суретке назар аударайық. Ұқсастығын тауып көрейік. Өсімдіктер мен жануарлар не істейді? Қоректенеді. Бірінші суретте қандай үдеріс бейнеленген? Фотосинтез үдерісі. Өсімдік нені сіңіреді? Күн энергиясын. Одан әрі не болады? Оттек пен көмірсу органикалық заттар құрылады. Қоректену арқылы жануарлар не алады? Дұрыс айтасыздар, энергия алады. Осылайша оқушылар, жануарлар да өсімдіктер секілді қоректенетінін, өсімдіктерден энергия алатынын білдік. Суреттерге мұқият қарап, олардың ортақ ұқсастықтарын табайық. Екі суреттен де балалар сулы жер мен ауа көпіршіктеріне көңіл аударып, соны байқауы ықтимал. Суреттегі көпіршіктер нені білдіреді? Өсімдіктер мен жануарлар су астында да тыныс алады. Қажет болған жағдайда екінші сыныпта ауаның барлық жерде болатыны туралы жасалған тәжірибені есімізге түсірейік. Өсімдіктер мен жануарлардың өзара байланысы құрғақ жерде де тыныс алады ма? Су астында байқалғандай көрінеді ме? Дұрыс айтасыздар, тыныс алады, бірақ байқалмайды. Фотосинтез үдерісі кезінде не болатынын еске түсіріңіздер. Фотосинтез үдерісі кезінде көмірқышқыл газ сіңіріліп, өсімдіктен оттек бөлінеді. Бұл өсімдіктің тыныс алмай, тек көмірқышқыл газы сіңіретінін ғана көрсетпей ме? Жарықта өсімдіктерде өзара қарама-қарсы екі үдеріс, фотосинтез бен тыныс алу қатар жүреді. Қараңғыда өсімдіктер тек тыныс алады. Өсімдіктер мен жануарлар тыныс алмаса, олар өліп қалады. Экранда берілген фотосурет көмегімен жауап бер сұрақтарға. Бірінші суреттегі жорға торғай не істеп тұр? Тұмсығымен емен жаңғағын ұстап тұр.
Қалай ойлайсыңдар? Ол бір жерден екінші жерге емен жаңғағын тасығанда барлығын тұмсығымен ұстап тұра ала ма? Тиын күзде қысқа жинаған жаңғақтарының барлық орнын таба ала ма? Бір жерден екінші жерге жасырынып жүріп, олардың орнын жоғалтып алады да, орнын ұмытып қалады. Бұл жемістерден жаңа өсімдік өсіп шығады. Екінші сурет бойынша иттің түгінен не байқалады? Ит жүгіріп өткен тоғайдағы өсімдіктердің тұқымдары. Олар шашылып қалуы мүмкін бе? Иә. Шашылған жерге түскен ұмыт қалған тұқымдарға не болады? Дұрыс айтасыңдар, олардан жаңа өсімдіктер өсіп шығуы мүмкін. Жануарлар өсімдіктерге қандай пайда тигізеді? Өсімдік тұқымдарының таралуына көмектеседі. Тіпті құмырсқалар да дәндерді илеуіне тасып, олардың таралуына жәрдем етеді. Экрандағы көріп отырған жануарларға қандай өсімдіктер қажет деп ойлайсыңдар, оқушылар? Иә, оқушылар, бұғы шөптесін және астық тұқымдас өсімдіктермен қоректенеді. Де ағзасына қажетті минералды тұздарды тұяғымен қазып топырақтан алады. Ал сиыр далалық шөптермен қоректенеді. Есте сақтайық. Өсімдіктер жануарлардың көмегімен тұқым таратады. Жануарлар өсімдікпен қоректенеді, әрі оларды баспана ретінде пайдаланады. Сабағымызды қорытындылай келе, нені үйреніп, ненің қиын, ненің жеңіл болғандығын саралап, өз ойларыңызды білдіріңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.